Уай иман келтіргендер, өздері кәпір болып тұрып алла жолында жорыққа шығып, немесе соғысып шейіт болған туыстары, руластары, немесе отандастары болған бауырлары жайлы, егер олар біздің қасымызда болғанда өлмес те еді, жау қолынан қаза таппас та еді деп айтқан кәпірлер сияқты болмаңдар. Алла мұны олардың жүрегін қасірет жайласын деп істеуде. Жан бітіріп өмір сыйлайтын да, өмірді қиятын да бір Алла. Алла не істеп, не қойып жүргендеріңді толық көруде. Егер Алла жолында өлтірілсеңдер, яқи өлсеңдер біліп қойыңдар. Алланың кеңшілігі мен рақымы олардың кәпірлердің тірі жүріп, өмір бойы жиған терген дүниелерінен әлде қайда хайырлы. Өздерін өлсеңдер де, өлтірілсеңдер де сөзсіз Алланың алдына жиналасыңдар. Уа Мұхаммед, сен сонда қиын шақта Алланың рақымының арқасында ғана айналандағы адамдарға жұмсақ, биязы бола білдің. Егер дөрекі тас жүрек болғанында маңайындағылардың бәрі сенен безіп, жан жаққа тарап кетер еді. Ендеше оларға кешіріммен қара, һәм олар үшін кешірім тіле. Сондай-ақ олармен әр істе кеңесіп отыр. Егер қандай да бір іске бел бусан, бір Аллаға тәуекел ет. Шүбәсіз Алла тәуекелші құлдарын жақсы көреді. Егер Алла сендерге жәрдем берсе, сендерді ешкім де жеңе алмайды. Ал егер қол ұшын бермей жалғыз қалдырса, содан кейін сендерге жәрдем беретін кім бар? Ендеше шынайы мүміндер бір Аллаға ғана арқа сүйеп тәуекел етсін. Ешбір пайғамбар олжаға қол соғып, аманатқа қиянат жасамайды. Кімде-кім аманатқа қиянат жасаса, яғни олжаға немесе халыққа тиесілі ортақ дүниеге қол соғатын болса, қиямет күні Алланың алдында сол ұрлаған нәрсесін арқалаған күйде келеді. Содан кейін әрбір жанға дүниеде істеген істерінің қарымы толық қайтарылады. Сондай-ақ олардың ешбірі әділетсіздікке ұшырамайды, яғни сауаптары кемітілмейді, һәм күнәларының жазасы орынсыз еселенбейді. Алланың разылығын көздеген адам мен Алланың қаһарына ұшыраған әрі ақыр соңында паналайтын жері жаһаннам болған адам тең бе? Ол қандай жаман ақырғы тұрақ, қандай жаман барар жер. Олардың, яғни адамдардың Алла алдындағы дәрежелері әрқилы. Алла олар не істеп, не қойып жүргенін толық көруде. Расында Алла мүміндерге өз араларынан бір пайғамбар жіберу арқылы үлкен жақсылық жасады. Пайғамбар оларға Алланың Құрандағы һәм болмыста көрініс тапқан аяттарын оқып түсіндіреді. Ой саналарын теріс ойлар мен қате түсініктерден, жүректердің жалған сенімдерден және өмірлерін күнә атаулыдан арылтып тазартады. Сондай-ақ оларға кітап пен хикметті, яғни кітапты дұрыс түсіну әрі жүзеге асыру жолдарын, ондағы пәрмендер мен тыйымдардың хикметін һәм жаратылыс пен түрлі құбылыстардың мән мақсатын үйретеді. Шүбәсіз бұдан бұрын олар анық аңдатуда еді. Сендер арқылы дұшпандарының басына келген бәленің тең жарымы өз бастарына келгенде, бұл қайдан ғана келді деген едіңдер. Оларға бұл өздерінен болды деп айт. Шүбәсіз Алла барлық нәрсеге құдіретті. Екі қол бетпе-бет келген Ухуд шайқасы болған күні бастарына келген бәле алдымен өздерінен һәм шүбәсіз Алланың қалауымен болды. Алла шынайы мүміндерді айқындап көрсету үшін солай істеді. Әрі екіжүзділік жасағандарды айқындап әшкерелеу үшін істеді. Оларға келіңдер, Алла жолында ақиқат үшін соғысыңдар, тым болмаса қорғаныс шебінде болыңдар, жаудан бала-шағаларыңды, жерлеріңді қорғандар делсе, олар егер соғыстың шынымен болатынын білсек, онда сендерге сөзсіз қосылар едік. Алайда шайқастың болуы не ғайбыл деп жауап береді. Шынтуайтында олар сол күні иманнан гөрі күпірлікке әлде қайда жақын еді. Жүректерінде болмаған нәрсені ауызбен айтуда еді. Алла олардың ішіне бүккен пиғылдарын жақсы біледі. Сол екіжүзділер өздері соғысқа шықпай үйлерінде отырып алғанымен қоймай, Алла жолында жаумен айқасып шейіт болған туыс немесе жерлес бауырлары жайлы, егер олар сөзімізге құлақ асып тілімізді алғанда өлтірілмес еді дейді. Оларға айтқандарын рас болса, һәм қолдарынан келсе, қане өз ажалдарының бетін қайтарып көріңдерші деп айт. Алла жолында өлтіріліп шейіт болғандарды өлі деп ойлама. Керісінше олар тірі әрі Раббыларының дәргейінде ризық несібеге бөленуде. Олар Алланың шексіз шарапатымен берген нығметтеріне
шадымен болып қуануда, әрі өздерімен әлі қауышпағандарды, яғни діндес бауырлары Алламен қауышқанда олар ішінде ешқандай қорқыныш жоқ екенін һәм әсте жабықпайтындықтарын айтып сүйіншілеуді қалайды. Сондай-ақ олар мүмін бауырларын Алланың көз көріп құлақ естімеген, әрі ешкімнің ойына да кіріп шықпаған нығметтері һәм шексіз шарапатымен, сондай-ақ Алланың мүмін құлдарының сауабын әсте зая етпейтіндігін айтып сүйіншілейді. Тіпті жаратылғаннан кейін де Алланың және пайғамбарлардың шақыруына құлақ асып, жаудан ізіне түскендерге, әсіресе олардың арасындағы бейне бір Алланы көріп тұрғандай жоқ дегенде, Алла тағаланың өздерін көріп тұрған бір сәтке де қаперінен шығармай жадында ұстаған һәм Аллаға қарсы келуден барынша сақтанып, тақуалық шеңберінен шықпай әрекет еткен сол мүміндерге үлкен сый-сияпат, зор сауап бар. Ел-жұрт оларға, дұшпандарын сендерге қарсы қол жинады, ендеше олардан қорқыңдар һәм аман сау тұрғандарында бас сауғалаңдар дегенде, бұл хабар олардың иманын одан сайын арттыра, яғни күшейте түсті. Сонда олар: бізге бір Алла жетеді, ол қандай керемет қамқоршы, деп жауап берді. Сөйтіп олар соғыстан Алланың нығметі мен шексіз шарапатына мол сауапқа бөленіп, ешбір жамандыққа ұшырамай аман-есен оралды. Олар Алланың разылығын мақсат етіп басшылыққа алды. Алла шексіз шарапат, зор иесі. Расында сендерге сол жаманатты жеткізген шайтан, одан басқа ешкім емес. Ол сендерді өзінің кәпір достарымен қорқытқысы келеді. Егер шынайы мүмін болсаңдар, олардан қорықпаңдар, менен ғана қорқыңдар. Күпірлікте бір-бірімен жарысқа түскендер көңіліне қаяу түсірмесін. Олар Аллаға, яғни Алланың хақ дініне һәм пайғамбарларына зәредей де зиян келтіре алмайды. Алла ақыретте олардың ешқандай нәсібі болмағанын қалайды, әрі олар үшін алапат азап бар. Иманды күпірлікке айырбастағандар Аллаға, яғни оның хақ дініне һәм пайғамбарына зәредей де зиян келтіре алмайды, және олар үшін жан төзгісіз азап бар. Күпірлік қылғандарды бұл дүниеде мұрсат берген болсақ, олар оны өздері үшін қайырлы екен деп ойламасын. Шынтуайтында біз оларға одан сайын күнәға бата түссін деп мұрсат берудеміз. Олар үшін ақыретте өздерін қор қылатын азап бар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. Жаңа сүре, аяттар шыққан кезде ең бірінші сіздер біліп отырасыздар, ең бірінші сауапты сіздер алып отырасыздар.